Қазақ араб емес қой. Жылқы етін жеу ешқандай күнә да, арам да емес. Түрік пен өзбек арабқа еліктеп жемеуі мүмкін. Себебі олар дінге берік бізге қарағанда. Және оларда салт басқа. Мәселен, түрік, араб, өзбектерде ағайынды екі адам бір-бірінің қызын алып, құда бола береді. Ал қазақтың тектілігі сол, 7 атаға дейін қыз алыспай, қанын таза сақтайды. Қазақ негізі дінмен емес, өз салт дәстүрімен жүрсе, жаңылыспайды. Қазаққа араб та, түрік те, өзбек те үлгі емес. Қайта олар қазақтан үлгі алулары керек. Біле білсеңіз, біздің дәстүр ислам дінін 10 орайды, қай жағынан салыстырсаңыз да. Сондықтан дінде, шариғатта деп айтқанша, өз салт дәстүрімізде деп сөйлеп үйренейік ағайын.